Шахмат ойлау қабілетін дамытуға арналған таптырмас ойын. Ол жылдам ойлауға және бірінші болып қадам жасауға үйретеді. Сондай-ақ есте сақтау қабілетін жетілдіруде де шахматтың рөлі зор. Шахмат Үндістанда пайда болған. Шамамен 1000-2000 жыл бұрын үнді қоғамындағы дәрежесі жоғары брамин ойлап тапқан деседі. Міне содан бастап шахмат ойыны Иран, Ирак, Таяу Шығысқа барып, одан соң Еуропа мен Ресейге жеткен. 1280 жылдан бастап Испанияда пешка бір емес, қазіргідей 2 шақпаққа дейін жүріс жасайтын болды. Бірақ бұл алғашқы пешка жүрісіне ғана байланысты еді. Король – шахматтағы басты фигура. Ойыншылардың қайсысы жеңіске жететіндігі осыған байланысты. Оны кей елдерде император, патша деп те атайды. Бірде Қытай императоры Суй Вэнди шахматтың дәл осы фигурасын император деп атаған үшін 2 шахматшыны дарғасқан көрінеді. Ферзь, яғни патшайым фигурасы. Алғашқыда ол тек қиғашынан бір ғана шақпақ жүре алатын. Сосын 2 шақпаққа дейін жүріс саны ұзарды. Испандық Изабелла патшайым ферзді шахмат тақтасындағы ең қуатты фигура қылғанға дейін ферздің жүрістері көбейе түсті. Тіптен корольдің өзінде ондай ауқымды жүріс жүруге мүмкіндігі жоқ. Шахмат тарихында ойын барысында ең ұзақ ойланған бразилиялық спорт шебері Франциско Троис. Оған ойлану үшін 2 сағат 20 минут кетіпті. Ал бұл ойынның компьютерлік нұсқасын 1951 жылы әйгілі ғалым Алан Тьюринг шығарған. Ол уақытта тестілік ойынды жасайтын электронды бағдарлама болмаған соң, ғалым бірнеше минутта бір жүрістен жүріп, алгоритмдік есептеулерді өз есептеген. Гарри Поттер фильмін көріп педіңіз? Онда киноның бірінші бөліміндегі мына бір алып шахматтар сізге таныс шығар. Бұлар солтүстік Шотландияның Льюис аралынан табылған ең көне шахмат жиынтығы. Ол біздің заманымызға дейінгі 12 ғасырда Исландия мен Норвегияда ойлап табылған деген дерек бар. Эммануил Ласкер. Бұл шахматшы тарихта ең көп жеңіске жеткендердің көшін бастаған. 1894 жылдан 1921 жылға дейін 26 жыл 337 күн чемпиондық атақты иеленген. Бүгінгі таңда шахматтың 3-4 адамға арналған нұсқалары да бар. Бұл ойын түрі ақ халаттылар арасында есте сақтау қабілетін дамыту үшін жиі ұйымдастырылады. Тіптен шахмат Альцгеймер ауруымен күресу үшін де қолданылатын көрінеді. Парсы тілінен шах және мат деген сөздерді аударғанда король өлді немесе король қақпанда деген мағынаны білдіреді. Шах және мат.